Шеше, бірінші бөлім. Қоқақбас, кімге керексің сен? Әне 4 балаң да сені керек қылмай. Соңында менің қолыма қарап қалған жоқсың ба? 1 минут та ойланбай, қарттар үйіне өткізе салар едім. Мұнай сенің атыңда болмағанда. Біреуі бағысып жатыр ма? Шешем медау деп келіп жатқан біреуі жоқ. Шаршап біттім мен. Сені қараймын ба, баламды бағам ба деп сілкінді Гүлжан. Төсекке таңылып жатқан Айтгүл кемпірдің астын ауыстырып жатып. Айтгүлдің төсек тартып ауырып жатқанына жарты жыл болды. Жүрек талмасына ұшырап, құлап, осындай күйге түсті. Не тілге келмейді. Тек ұшқыны сөніп бара жатқан жанарымен ұлы Елеукенге бір, келіні Гүлжанға бір жәутеңдеп қарай береді. Жаңбыр астында бүрсеңдеген күшік тәрізді қорғансыз. Жатырын жарып шыққан 3 жыл бір қызынан бұны қолына алған Елеукен ғана. Елеукен ортаншы ұлы. Қалған ұлдары үй жайларымен бөлек кетіскен. Жалғыз түйір қызы неміске тұрмысқа шығып, Германия асып кеткен. Қолына алды деген аты ғана. Негізі келін баласы бұның қолында. Қаланың қақ ортасындағы даңғарадай үй Айтгүлдің атында. Күйеуі марқұм, болардың алдында әйелінің атына аударып беріп кеткен үй ғана қазір бұның жанын аман сақтап тұрған тәрізді. Елеукен де күндіз түні жұмыста. Жауапты қызмет деген аты болмаса, жалақысы көңіл көншітпейді. Сықиып галстук тағып кеткені болмаса, алатыны тамақтарынан артылмайды. Айтгүл кемпірдің күні Гүлжан келіне қарап қалғаны рас еді. Гүлжанның қабағы бір ашылмайды. Етегіне оралған 2 бала мен ауру енесінен әбден мезі болған. Күні түні күңкілі бітпейді. Айтгүл кемпірді жерден алып жерге салып ұрсадай келіп. Кемпірдің дүниеге жаңа келген нәрестеден несі артық. Кеудесінде шыбын жаны бар демесең, сәби секілді күтімді талап ететіні Гүлжанның зығырданын қайнататын. Бастапқыда үнсіз бағып жүрген. Жағдайы жақсарақ қоймаған соң, жәймен күңкілдей бастады. Дәрігерлер соңғы келгенде үміт аз деген соң тіптен өршіді. Гүлжанның бүкіл бақытсыздығына Айтгүл кемпір кінәлідей. Бәрін әкеліп соған тірей береді. Бала жыласа да кемпір кінәлі, азық түлік бітсе де кемпір жазықты. Кемпірді Елеукеннен басқа балалары іздемеген соң Гүлжан тіптен күшейді. Бірақ ол Айтгүлдің ақыл естен айырылмағанын, бәрін түсініп, ішке түйіп жатқанын білмейді. Елеукен жұмыс бабымен басқа қалаға іс сапарға кететін болды. Басекеңнің назары маған түсіп, мені жанына ертіп бармақшы. Жанына 2-ның бірін ерте бермейді. Бұл мүмкіндікті қалт жіберетін жайым жоқ деп Елеукен көңілді келді. Гүлжан іштей қуанып қалса да, көп өтпей қуанышы су сепкендей басылды. Сен кетесің. Апаның жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр. Ауруханаға жатқызсақ қайтеді? Ол жақта кішкене көмек болар еді, деді Гүлжан түлкі секілді бұлаңдап. Елеукен әйелін естіп тұрса да, тыңдаған жоқ. Бар ойы ертеңгі іс сапары болғандықтан, Гүлжанның сөзіне мән бермей, теріс бұрылып, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Әйел күйеуінің соңынан кіріп, Елеукен, шешеңнің жағдайы не болады деп сұрап тұрмын. Осылай қашанға дейін жата береді, деді қатқыл дауыспен. Гүлжан, апаны ауруханаға жатқызғаннан пайда жоқ. Өзің де жақсы білесің. Енді бір көп болса 2 ай шыдар. Мен шешемді өлдіге санап қойғам. Осы жатқаны жатқан. Енді орнынан тұрмайды. Сәл шыда, аз қалды, деді Елеукен. Гүлжан үндемеді. Айтгүлдің көрмегені алда екен. Елеукен кеткелі бір жұтым қара суға зар болып сөніп бара жатты. Гүлжан 2 баласын алып, бұны сыртынан құлыптап кетіп қалған.
Өң мен түстің арасында сырт еткен дыбыстан шошып кетті. Гүлжан келіпті. 2 баласы жоқ. Жанында еңгезердей еркек тұр. Мына кемпір ме деді еркек күретіп. Әлі өлмепті. 2 күн ас су бермей қойып едім. Дегенмен жаны сір екен деді Гүлжан. Бүгіннен қалмайды деді еркек. О тоба, 2 күн өтіп кеткен бе? Алла, жанымды неге алмайсың? Өмірімнің соңғы сәттерінде опасыздарға мазақ болғаным ба? Менің жанымды ал, деп Айткүл іштей егілді. Өзінің әлі де ақыл естен айырылмағанына таң қалды. Егер бүгін де тірі қалса, ертең елеуген келеді. Қайтадан кемпірдің күңі болатын жайым жоқ. Өзің бірдеңе істесеңші, деді Гүлжан. Ой, адам өлтіру оңай ма? Кемпірдің қанын мойныма жүктей алмаймын, деп еркек балықтай шоршып түсті. Менің де батылым бармай тұр, деді Гүлжан өз ойынан өз қорқып. Хош, жалған дүние. 4 бала тудым. Бала емес, тас туғамау. 4 баланы табанымнан тозып жүріп жеткіздім. Енді мені жайыма қалдырыңдар. Шалымның жанына барайын, деді ішінен шерменде болған кейуана. Арада қанша уақыт өткені беймәлім. Айткүл есін біресе жоғалтып, біресе қайта жиып, көп қиналды. Жалған дүниедегі көрер жарығы таусылмапты. Бір кезде ұлы Елеукеннің дауысын естіді. Баласы келіпті. Апа хал үстінде жатыр деп бірнеше рет қайталайды. Шамасы 3 бауырына хабар беріп жатқан болса керек. Біраз уақыттан соң үлкен ұлы мен ортаншы ұлының жанына келіп тұрғанын көрді. Сенбегім, Уәлиханым, келдіңдер ме, деп кемпір ішінен кемсеңдеді. Көзін әлсіз ашып, үлкен ұлы мен кіші ұлына жәудірей қарады. Қос ұлын көргеніне қуанып, азапты халін бір сәт ұмытқандай болды. Сенбек дүниеге келгенде қуаныштан жылап жіберген. Тұла бойы тұңғышын қанаттыға қақтырмай өсірді. Уәлихан кенжесі. Кішкентай кезінде көп ауырды. Талай түндерде Уәлиханды көтеріп алып аурухана жағалап жүретін. Сөйтіп жүріп, табандылықпен өсіріп алған. Сол ұлдарының қалайша таспауыр, мейірімсіз болып ержеткендерін Айткүл түсінбейді. Қай жерден қателесті? Арқалап жүріп жеткізген құлындары қараспай кететіндей бұл кімге не жазып қойды? Шалы, бар тірегі шалы болған екен. Әкелерінің көзі кеткен соң, балалары Айткүлдің сөзін сөз демейтін. Апа, қойшы, әр нәрсеге араласпай, тыныш отыршы, деп бұның меселін қайтарып тастайтын. Қарақтарым-ау, мен сендердің шешелеріңмін. Айтсам, сендер жақсы болсын деп айтам. Жазықты болған тілін тістей қоятын бұл. Сондай жылы, өзіне сондай жақын дауысқа елеңдеп оянды. Қызы, жалғыз түйір қызы Ғайша келіпті. Германиядан ұшып жетіпті. Шешесінің халін көрген бойда Ғайша жылап жіберді. Апама не істегенсіңдер? Мынау кім? Расымен апам ба бұл? Деп бір уыс болып жатқан шешесін танымай қалды. Шешемізді неге ауруханаға апармағансыңдар? Сендер кінәлісіңдер. Дұрыстап қарай алмадыңдар, деп бауырларын кінәлады. Апама жаның ашып бара жатса, өзің неге бақпадың? Кеттің немістің етегін ұстап. Бізге не қыл дейсің? Елеукеннің даусы. Айткүл терең күрсінді. Балаларымды бір көріп өлсем деген. 4-еуі түгел келіп тұр. Бірақ ит пен мысық сияқты араздасып, бұның жүрегін одан сайын тілгілегендерін түсінбейді олар. Бір-біріне жылуы жоқ балаларды өсіріппін. Бірін-бірі тірідей түтіп жеуге әзір. Алла, бұндайды көргенімше өлгенім артық. Мені неге қинайсың, деді кемпір.